Так, достар, көптен күткен Poco X3 смартфонына келдік. Қолым болғанда жетті. Тез сол туралы айтып берейін. Бірақ бәріміз күтіп отырмыз. Бұл смартфон жақсы, бұл смартфон күшті деп неше түрлі сөздер күтіп отқан шығарсыздар. Бірақ мақтайтын заттар аз. Күткендей болмады. Былтыр Poco X3 шыққан кезде мен оны қатты мақтадым, өйткені сол кезде, сол бағада ол ең жақсы смартфон болған. Сол басқалармен салыстырса да. Енді X3 Pro шықты, бәрі күтті. Мен өзім оны күттім. Қолға түсе салып 3 күндей қолдандым. Қалай екен, жаман, жақсы деген сияқты. Енді былай. Бұл видеода 4 жақсы жағын және 4 жаман жағын дайындап қойдым. Төртеуі де аргументті жаман жақ, өйткені жай маған түсі ұнамады деген сөздер емес, кәдімгідей жамандаған заттары бар екен. Ең бірінші қорапта не бар екенін көрейік, өйткені сіздер сатып алған кезде сіздерге не беретінін сіздер білу керексіздер. Ең бірінші жарайды қорап бұрынғыдай. Қораптың ішінде мынандай кітап қағаз салатын болыпты. Біз бәріміз бір отбасымыз деген сияқты. Сосын басқалардан өзгеше болғысы келді, енді осындай наклейка салатын болды. Енді осы уақытқа дейін тек қана iPhone солай істейтін, енді бұлар да сөйтетін болды. Кітаптар, оқитын желаниелерің болса, осындай кітап оқи аласыздар. Және силиконды чехол салып береді. Бұрынғы чехол менің ойымша жақсы еді, қазір жаман чехол салып беретін болды. Жарайды, енді оны басқа сіз әдемі чехол өзіңіздің атыңызбен, мүмкін чехол алғанша бұндай чехол ұстауға болады. Бұл чехолдың қызығы, мына домалақтың камерасы ғой, енді дизайнның мына жағын жаппайды. Енді бір жағынан мүмкін жерде мусор кіретін шығар. Смартфонның өзі қолданғаныма 3 күндей болды. Шын айтсамдай, таң қалдыратындай моменттер аз болды. Өйткені мен көп күттім бұны. Енді сондай болады кейбір кезде, бір нәрсені көп күтесің, мысалы кино ма, көп күтесің, алған кезде өзінің күткеніңді орындалмайды. Өзің күткендей болмайды. Жаман жақтардың бірі ол дизайн. Ең бірінші дизайн, өйткені естеріңізде болса, бұрынғы Poco X3-тің, мынау Pro ғой, мынау X3 дизайн туры осындай. Бірде-бір айырмашылық жоқ. Мысалы, сіз қолыңызда екі адамды көрсеңіз, біреуінде X Pro, біреуінде X3 Pro, біреуінде жай ғана X3 болса, екеуінің айырмашылығын таппайсыздар. Екеуі бірдей. Түрі де бірдей, сырты да бірдей. Дизайн ретінде енді өзгеше жасауға болатын еді. Бірақ енді қатты қиналмады. Сол бұрынғыдай сырты да пластик, жақтауы да пластик, салмағы 215 грамм дейді. Бұрынғы да сондай, мынау да сондай. Енді жалпы дизайнға көңіл бөлмеді. Қазір енді процессор жағынан, камера жағынан жарысу қиын ғой басқалармен. Бірақ енді мысалы Oppo'лар немен дизайнмен жарысады. Солай сияқты жақсартуға болатын еді. Дизайн туралы айттым, енді экран туралы қараңыздар. Бұл IPS. Әлі енді бұл Poco деген негізі Үндістанда жасайды ғой, және Индияда. Әлі AMOLED-ке келмеді. Мүмкін бұл Redmi Note 10 қалай жасалатынын білмеген шығар. Көбісі бір-бірінен көшіреді ғой. Бірақ Redmi Note 10 егер дисплейі AMOLED болса, мынау әлі AMOLED емес. Бұл IPS экран, диагоналі 6:67, бұрынғыдай ешнәрсе өзгеріс жоқ. Экран жаман емес, 2400-де 1080 нүкте береді. Енді ол жалпы жақсы, және ең жақсысы ол 120 Гц. 120 Гц деген көбісі оған үйреніп қалды. Мысалы, iPhone-дер әлі 60, бірақ кейінгі смартфондардың бәрі 120-ға ауысып отыр. Әрі кеттік. Мынау енді ескімен салыстыратын болсақ, мен бағанан бері сол ескімен салыстырып отырмын. Еш нәрсе өзгерген жоқ деген ішінде, мысалы мына диагоналі 6:67 ғой, соның 85% экран. Қазірде сол әлі 85% әлі экран. Так, ол екі. Енді үшінші минусына келдік. Үшінші жаман жағы ол камера. Бұның камерасы, мысалы X3 болған кезде камерасы 64 мегапиксель болды. Мынада 48. Неге 48 салып тастағанын түсінбедім шын айтсам. Міне қараңыздар, анау-мынау, және міне
жеттік камерасына. 48 мегапиксель дейді. Енді өзі де шын айтсам Xiaomi, Pocophone екеуі бір фирма. Олардың смартфондардың камерасы күндіз түсіру керек, жарық болу керек деп мысалы түсу керек қой. Ал X3 Pro'ның камерасы 64-тен аса алмай, 108-ге бара алмай, келді де 48 деп жаман салып тастады. Не үшін олай істеген? Мүмкін оны салса смартфон одан да ауыр болатын еді, мүмкін одан да қымбат болатын еді. Сіздерге, бізге жаңағындай арзан түрін жасаған шығар. Енді мен сөйтіп ойлаймын, басқа не жоқ, мәселе жоқ. Сосын қараңыздар, X3 шыққан кезде мен оның 64 мегапиксель камерасын айттым да, мен осылай орташа түсіреді дедім да, бірақ маған ұнағаны ол кең бұрышты камерасы, яғни ширик деп аталады. Ол кең бұрышты кең алады. Өте жақсы. Маған көбінесе сол ұнады. Көбінесе акцент мен соған қойдым обзор түсірген кезде. Мына да неге білмеймін, әйтеуір алдыда 48 мегапиксель негізгі камера, ал ширикті, жаңа кең бұрышты камераны 8 мегапиксель алдырып қойған ғой, міне қараңыз, 8 мегапиксель. Не үшін артқа жүргенін түсінбедім. Енді айтып отырмын ғой, мүмкін ол бұрынғы камерасын қойса, мүмкін ауыр болатын еді, мүмкін қымбат болатын еді деген сияқты. Әйтеуір сөйтті. Ол жаман жақ, өйткені мысалы бәріміз күтеміз ғой, жақсы смартфон шығады, артық болады деп. Бұрынғыдай стабилизация жоқ, бұрынғыдай зум жақындату жоқ. Мен шын айтсам, бұның камерасы қалай түсіретінін сіздерге даже фотосын көрсеткім келмейді. Бірақ сонда да міне бір-екі фотоны көріңіздер. Кең бұрышты камерамен түсіріп отырмын. Бұл жерде стабилизациясы өзінікі. Енді ширик болғаннан кейін осылай жақсы түсіреді. Бірақ сразу айтайын, X3-тікі әдемілеу болатын, чем X3 Pro-ныкі. Видео жалпы осылай түсіреді. Так, Poco X3 Pro стабилизацияны қостым. Қалай түсіріп жатқанын қараңыздар. Бұл стабилизация оптикалық емес. Негізі видео түсірмей қойын деп едім, бірақ көрсету керек сияқты. Селфи камера бұрынғыдай 20 мегапиксель, ол да өзгермеді, ол қалды. Так, ол үшінші жаман жағы, төртінші жаман жағын тыңдаңыздар. Бұл аккумулятор. Міне, аккумуляторына келдік, қараңыздар. Poco X3 шыққан кезде оның аккумуляторы 6000 мАч болған. 6000. Қазір қараңыздар 5160. Енді түсінуге болады. Жаман камерамен жаман аккумулятор қоюға болады. Әйтеуір алдыда тыға салды. Өзінің 33 ваттық адаптермен зарядтасаңыздар, жарты сағатта жартысы толады, бір сағатта толық 100% толады. Осымен 4 жаман, яғни ұнамайтын қасиеттерін айттым. Енді жақсы жағына көшейік. Жақсы, бірінші жақсы жағы ол дизайннан жаңа өзгермеді деп айтам, бірақ түстері әртүрлі болады. Мысалы, бұрын тек қана қара, тек қана сары түсті болса, түстерін таңдауға болады. Неше түрлі басқа түстерін таңдасаңыз болады. Екіншіден қараңыздар, мен X3 шыққан кезде оны бір 2-3 күндей ұстадым. Қолдандым, оған сим-карта салдым. Сим-картамен сөйлесіп көрдім. Яғни кәдімгідей қолдандым. Жай ғана обзорға алмай қолдандым. Сол кезде маған қатты ұнамағаны, ол мына жердегі динамик. Қараңыздар, көріне ме, көрінбей ме? Мен қалай көрсетсем екен? Мына динамик ұнамады маған. Мына динамик. Ол былтыр мынандай болған, кішкентай болған. Міне былай болған. Ол не үшін жаман дейсіз? Мысалы, сіз телефонмен жүріп жаңағыдай телефон қолданып жүресіз, біреу звондаған кезде сізге құлақты именно осы жерге қою керек. Кішкентай болса да, бірақ енді маған ұнамады сол жері. Қасымда болды, соларға айттым, мына дұрыс емес, ол кішкентай динамик болған. Жалпы динамик, стереодинамик, мысалы музыка тыңдасаңыз, екі жақтан да шығады, мына жақтан айғайлайды, төменгі жақтан
әйтеуір дыбыс шығады, енді стереодинамик. Так, ол екінші жағы. Үшінші жағы плюсы ол әрине біз күткен, бәріміз армандаған, аңсаған ол процессор. Процессор қараңыздар, Snapdragon 860. Ол не үшін 860 деп айтып отырмын? Өйткені былтыр санамай қояйық, 2020-ны мен карантин үшін жыл деп санамаймын, вообще есептемеймін. 2020 жылға дейін ең мықты смартфон, ең қымбат смартфонның өзі Snapdragon 855 болған. Кім біледі, кім таниды, сондай болған. Одан артып кеткені 855 плюс болған. Ал мынау қазір 2021 жыл, қазір смартфондар арзан. Мынау смартфон Каспийден іздесеңіздер 160 мыңға табасыздар, 150 мыңға табасыздар. Міне 150 мыңға Snapdragon 860, 855 емес, 855 плюс емес, 60. Яғни 2019 жылды біз кәдімгідей аттап кеттік қой. Өйткені сол кезде 860 деген ол армандаған момент болған. Енді қазір біреу айтатын шығар, 5 деген не ол? Мысалы 860, 855. Бірақ мен түсіндірейін дегенім, сол кезде ең қымбат, мысалы 350 мың теңге тұратын смартфондар, андроидтер 350 мың теңге тұратын смартфондар осындай болған. 855 болған. Яғни түсінесіздер ғой. Қазір алтыда бүйтіп бір оп-оңай сияқты қазір. Мысалы біз қазір 2 жыл артқа барсақ, 850, мысалы менің қолымда арзан смартфон, сол кездегі смартфондар қымбат. Мысалы 150 мыңға сатып алатын смартфон 855 болған. Ол 855 жаңағы процессор деген бір. Енді екіншісін қараңыздар. Бұл Adreno 640 видеокартасы, яғни. Бұрынғылары Adreno 615 болған кезде бұныкі кәдімгідей үлкен қадам жасаған. Мысалы, бұл да видеокартада бір қадамдап жүреді, 615, 620 деген сияқты. Бұл алтта үлкен қадам ретінде 640 деп секіріп кетті. Енді бұларды түсінуге болады. Бұл Poco деген, шын айтсам, бұл камераға көңіл бөлмейді, бұл дизайнға көңіл бөлмейді. Мысалы, естеріңізде ме, Pocophone F1 деген баяғыда шыққан ең бірінші смартфон. Олар тек қана өздерінің нарығына сатқан. Мысалы, бұл Индияның товары, Үндістанның заводы. Олар ойлаған, бізде Индия, бізде 1 миллиард халық, біз өзімізге смартфон шығарамыз, өзіміздің нарығында өзіміздің заттарымызды қолданамыз деп ойлаған. Бірақ алды да сыртқа сатып көрейікші деді, сатылды. Кәдімгідей бәрі ала бастады. Көп адам Pocophone F1 смартфонын көбісі сатып алды. Оның ішінде сол кездегі, сол енді шыққан смартфон, сол кездегі ең мықты процессор болған. Ең мықты сол кездегі. Арзан болса да, есінде мен ол кезде обзормен енді бастадым, сол кезде ол 100 мың теңгедей тұрған. Сонда 100 мың теңге тұратын смартфонның процессоры бәрінен асып кеткен. Даже 250 мың тұратын смартфонның процессорын асқан. Чисто былай, процессормен салыстыратын болсаңыздар. Сол сияқты мынау да. Мынау X3 Pro қазір көбісін ұтып жатыр, көбісін. Енді Mi 11 мен салыстырмай қойыңыздар, ол Mi 11-ның процессоры 888 Snapdragon. Енді оның да бағасы керемет, 400 мыңдай тұрады примерно. Біз әлі айтпақшы келген жоқ. Мынау да жаман емес деп енді түсіндіргім келіп тұр. Камерасы емес, анамны ойынға арналған. Өйткені қараңыздар, мен бұның ойынын бастадым, ойын қостым, әдейі сіздерге де қосып берейін. Міне, бәрі білетін PUBG Mobile'ды қостым. Өйткені Free Fire'ды ойнайсыздар көбіңіздер. Енді Free Fire'ға көп күш керек емес. Free Fire PUBG-ның өзінде өз бөлінеді графикамен, мысалы. Жай қоюға болады графиканы, қаттыға қоюға болады. Бірақ біз қазір көрсетейін сіздерге қандай күш көрсетеді екен. Мысалы, осы уақытқа дейін қанша мен Android ұстадым. Енді OnePlus-пен салыстырмай қойын. Бірақ қарапайым дейікші, енді смартфон ұстадым. Ешқайсысы осындай көрсеткіш көрсете алмады. Мені қараңыздар. Былай жақынырақ алайын. Мені қараңыздар. Мені настройканың ішінде, графиканың ішінде. Мені осы уақытқа дейін бәрінде высоко болған. Бәрі білесіздер, высоко болған. Соның высоконың өзінде ультра ғана болған. Қазір высоконың ішінде экстремальный бар, максимум бар, ультра бар. Не үшін таңғалдырып отырмын? Өйткені ультрамен даже iPhone 12-ның өзі, мысалы 12 мини бәрі бір ғой процессорлар. Соның өзі осындай көрсеткішті көрсетеді ультрамен. Ультра HD-мен бармайды, бірақ ультрамен көрсетеді. Сонда түсініп отырсыздар ғой, iPhone 12 оның бағасы 400 мыңдай, мысалы 400 мыңнан кетеді жоғары қарай. Мынау Poco X3 Pro 150 мың теңге тұрады, соның өзінде осындай көрсеткіш көрсетеді. Осының астында әлі әрі қарай ашылады. Мына максимум ашылды, көрдіңіз бе? То есть, міне, высоконың ішінде біреу ғана, максимум ішінде тағы да ашылады. Бірақ ультраның ішінде оның частота кадртары кете береді, соның өзінде ультра ашылды. Енді ультра HD енді ашылмады,
бірақ ультраның өзі қосылды. Соның өзінде мына экран 120 плюс мынандай ультра HD көрсетеді. Өте жақсы. Ойнап көрдім. Шын айтсам, басқалардан айырмашылық бар. Ойынға риза боласың, цветіне риза боласың. Басқаша екен. Шынында, мысалы, Redmi Note 9 бен, 9 Pro мен қайсымен салыстырсаңыздар, бұның кішкене енді четкость дейді ғой, нақты көрсетеді. Енді маған ұнады. Мен геймер емеспін. Геймерлер кім бар, көрсетіңіздер, ашып қараңыздар. Енді мүмкін былай көрсетейін сіздерге, жақынырақ көрсетейін. Бірақ шынында сапасы басқаша. Былай істейтін болған ба? Адамдар жоқ па? Ойынды сіздерге көрсетем. Сапасы қандай болғанын көресіздер. Басқа ойындар жазбадым. Осы PUBG Mobile'ның арқасында менің ойымша көп зат түсіндірген шығармын. Өйткені жақында мен 2019 жылдың Oppo RX 17 Neo дегенді алдым. Оның процессоры Snapdragon 660-тай тең. Ол PUBG көтереді. Ал мысалы Asphalt 9-ды спокойно ол қиналмай көрсетеді мысалы. Сол үшін мен қалай көрсетпей қойын, асфальтты қиналмай қойын. Асфальтты қоспай қойын, өйткені ескі 2019 жылдың телефонды көтергеннен кейін мынау да оңайлықпен көтереді. Енді шын айтам, мен өзім геймер болмасам да, маған былай енді картинка дейді ғой, сурет жағынан ұнады. Енді көп ойнам келмейді, шын айтсам, өйткені ойнап алдым уже. Бұны қолға ұстай салып тек қана ойнадым, басқа ештеңе істемедім. Фотоға түсірмедім, камерасын тексермедім. Кім ойын ойнайды? Кімге графика қызық, кімге арзан смартфон қызық? Иә. Соған міне Pocophone, шын айтсам. Pocophone деппін ғой, Poco X3 Pro керемет екен. Жақсы жағының төртіншісіне келдік. Төртінші жақсы жағы ол бағасы. Мына смартфонның бағасы Каспийдан іздейтін болсаңыз 150 мың теңгедей тұрады. Ал біздің достарымыз дропшоп дүкені променадтың жанында орналасқан. Оларда мынау 130 мың теңге тұрады. Яғни 20 мың теңге әйтеуір ақша мысалы. Мен үшін ол ақша, білмеймін сіздер үшін қалай екен. Егер смартфон алам, егер маған процессор бәрінен керек десеңіздер, мына смартфон лайық. Мынау 130 мыңға бұл керемет смартфон деп ойлаймын. Иә, бетінде аманат емес, иә, камерасы онша емес, бірақ енді 130 мыңға көп зат сұрамаған дұрыс шығар. Басқаларды ұтып отыр. Именно осы нақты ойын ретінде бұл көбісін ұтты. Көбісін емес, бәрін ұтты. Кез келген маған смартфон көрсетіңіз 130 мың теңгеге. Бұл процессор жыртады. Тағы да не айтайын? Бұл смартфонның ішкі жағын қарадым. Мысалы, камерасын қарасаңыздар, неше түрлі андай режимдер бар. Бұл X3-те де бар. Клонирование, түн дейді. Түн деген, сразу айтайын, түн деген ол ойыншық. Мына камераны вообще ешнәрсемен салыстырмай қойған дұрыс. Өйткені қараңыздар, бұл кеше түнде де түсірдім. Түнгі режиммен түсірдім, түнгі режимі сіз түсірдім. Екеуі бірдей. Білмеймін, не үшін жасап қойдым. Екі камера жарайды, ол жақсы. Панорама жарайды, бұл бар. Выдержка деген бар, ол мысалы бір объект тұрады, артында жылжығанын түсіреді, жақсы. Енді осындай ойыншықтар бар, бірақ камерасы нашар болса, менің ойымша бұл да ойыншық ретінде болып қалады. Тағы не айтайын дедім. Міне қызық заттың бірі, бұл кез келген смартфонды ашасыздар, кез келген смартфон ішінде немесе расширенный настройкада былай қосымша ғой бұлардың бәрі. Немесе бұл басқадан айырмашылығы, особые возможности деген бар, особые. Бұның ішінде ойын ойнасаңыз, ойынды кіргізіп қоясыз, типа күш береді деген сияқты. Мына жерде маған ұнағаны, басқа бір блогерден көрдім, мынандай бар екен, инструмент для видео деп. Соның ішінен таңдап аласыз, мен YouTube-ты алдым. Мысалы, YouTube-ты ашасыз. YouTube-мында жоқ екен деп па. Мысалы, YouTube-ты аштыңызда, кез келген бір видеоны көресіздер. Мысалы қараңыздар, мен видео қарадым келді. YouTube-тан қарап отырмын, бірақ білесіз ғой, өшірсеңіздер, YouTube-та өшіп қалады. Енді қараңыздар, бұда да мынандай бар екен. Мысалы, сіз YouTube қарап отырсыздар. Сосын мына жерде кішкентай бір сызықша бар, тартасыздар. Неше түрлі керек заттар бар. Соның ішінде міне құлақтың суретін көресіздер. Воспроизведение включить деген бастыңыздар да болды. Міне смартфон өшіп тұрса да, смартфонды не істесеңіз де YouTube ойнап отырады. Бұл осы уақытқа дейін бұл ешқандай смартфонда болмады. Бұнда ешқандай смартфонда болмады. Немесе кім олай істегісі келеді, ол YouTube-ға ақша төлеу керек. Ал мынау X3 Pro сізге сондай мүмкіндік беріп тұр. Өте қызық, маған ең ұнаған жері сол. Жаңағыдай артықшылығы дейікші енді.
Сосын плавающий окна деген бар, қозғалтасыз, қызық емес. Маған ештеңе ұнаған жоқ бұның ішінде. Мысалы мынау қозғасаңыздар, былай алып тастауға болады, былай қозғалуға болады деген сияқты. Немесе второе пространство, ол бір беті басқаша, ол біреуден, мысалы сіздің әйеліңіз немесе керісінше күйеуіңізден бірдеңені әке-шешеңізден көрсеткім келмейтін заттар болса, енді мен ешкімнен ештеңені тықпаймын, сол үшін маған ол міне сол кімге ұнады, кімге жақсы төрт жағы ұнады, кімге жаман төрт жағы ұнамады, қалай ойлайсыздар? Мысалы 130 мың теңгеге мына 4 минусты қарамай 4 плюсты алуға бола ма екен? Комментарийге жазыңыздар, комментарийге сіздерге жауап беремін. Сұрақтарыңыз болса, менің ойымша лайк қоюға болатын видео, өйткені өзім X3 Pro-ны күттім, өйткені X3 осы уақытқа дейін ең жақсы смартфон болды, сол кездегі сол бағада. Болды, сау болыңдар, келесі видеода кездескенше кездесеміз.